бүгінгі семинар сабағымыздың тақырыбы ауыспалы металдар бөлімін оқытуда ойын оқыту технологиясын қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Сабақтың мақсатына жету үшін бірнеше міндеттер сіздерге берілген. Кім дайын тақтаға шығып орындауларыңызға болады? Бүгінгі біздің семинарымыздың тақырыбы ауыспалы металдар бөлімін оқытуда ойын оқыту технологиясын қолдану. Ең алғашқы платформамыз біздің Flippity платформасы. Жалпы бұл платформада бізде әр сабаққа келетін әртүрлі ойындарымыз бар. Мысалы алатын болсақ, кроссвордтар, сөздік табу, бинго ойындары және де тривия секілді ойындарымыз бар. Мысалы алатын болсақ, бұл бізде тривия ойынның демо версиясы, кез келген классификация және де әр классқа 5 сұрақтан қойымызға болады. Сұрақтардың қиындауына қарай бізде берілетін ұпай бағаны жоғары қоямыз. Бұл ойынды біз командалар бойынша бөліп ойнауымызға болады, немесе жеке де ойнауымызға болады. Мысалы алатын болсақ, кино 200-да Йоданы кім ойнады деген секілді. Тура осылай өзіңіздің сабаққа келістіріп сұрақтарын дайындауыңызға болады. Және де егер де команда дұрыс жауап берсе, мына батырмадан басамыз, және де бізге балл беріледі. Ал егер де қате жауап берсе, бізде балл берілмейді. Келесі бізде GameKit атты платформа. Бұл платформа өте ерекше екен. Ең алдымен біз өзімізге керекті сабақты жасап алуымыз керек. Мысалы алатын болсақ, бүгін біз мынадай ойын жасадық және де өзіміздің тақырыпқа байланысты сұрақтар қойдық. Бірінші сұрағымыз: мыс пен темір арасындағы орынбасу реакциясы нәтижесінде қандай металл ысырылып шығады? Дұрыс жауап бізде купрум. Енді осыны біз ойнап көрейік. Кірген кезде бізде көптеген ойындардың түрлері шығады. Мысалы алатын болсақ, ойнап көрейік ең біріншісін. Start the game деп бастаймыз ойынымызды. Және де осы кішкентай Бейбіт Серікбаевамен біз ойнауымызға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мен қозғалған сайын бізде мына жерде энергия құртылып жатыр. Біз энергия құртылған кезде энергиямыз бар болған соң біз мәреге қарай жүре аламыз. Ал егер де энергия біткен кезде бізде персонажымыз тоқтап қалады. Бізде энергиямыз бітті, яғни біз сұрақтарға жауап беру арқылы көбірек энергия жинауымыз керек. Мыс пен темір арасындағы орынбасу реакциясы нәтижесінде қандай металл ысырылып шығады? Бізде дұрыс жауабы купрум. Бізге 1000 энергия берді, бұны жауып дальше ойынымызды жалғастыруымызға болады. Немесе ары қарай сұрақтарға жауап беріп, көбірек энергиямен дальше жалғастырамыз. Феррум 2 ионы қандай түс тән дейді? Мысалы, көп десек, бізде дұрыс емес, яғни бізге энергия берілмейді. Және де дұрыс жауабын көрсетеді, дәл солай біз ары қарай жалғастыруымызға болады. Осы ойындар бойынша. Келесі тапсырма бізде химиялық дезинфекция деген ойында. Бізде оқушыда бір ерітіндінің сипаттамасы беріледі. Мысалы, мына жерде ерітінді көгілдір түсті реакция нәтижесінде қызыл түсті металл бөлінді. Тұз қышқылымен реакцияға жүргенді. Оқушылар осы қасиеттерге қарап, қай металл немесе қай металл тұзы екенін табады. Ал келесі тапсырма бізде түстер ойыны ион кімге тиесілі. Бұл тапсырманы көрсетпестен бұрын виртуалды зертханада оқушыларға ерітіндінің түстерін көрсететін боламыз. Содан кейін осы тапсырманы беріп, қалай есте сақтағанын ескеретін боламыз. Және соңғысы бізде Minecraft Education Edition. Бұл жерде біз Minecraft ойынның ішіндегі виртуалды лабораториялар және де жалпы кез келген құрылғылармен көруімізге болады. Мысалы алатын болсақ, мына жерде бізде көміртектің атомдық құрылысын Minecraft ойынның ішінде көріп тұрмыз. Назарларыңызға рахмет, бізде осымен тәмам. Бүгінгі біздің тақырып ауыспалы металдар бөлімін оқытудағы ақпараттық технологияларды қолдану. Біздің дайындаған платформаларымыз бұл тақырыпты оқыту үшін ең бірінші периодтық кесе болып табылады. Периодтық кесе ол жалпы ауыспалы металдар тақырыбына ең қажетті
платформалардың бірі болып табылады. Себебі бұл тақырыпта оқушыларға ауыспалы металдардың орнын, қасиеттерін, тотығу дәрежелерін түсіндіруге өте маңызды болып келеді. Жалпы бұл периодтық кесте платформасында бейметалдарды, металдарды түстеріне қарап ажыратып, сұйық, газ, қатты заттарды да бөліп қарауға болады. Және бұнда бұл платформада металдар және бейметалдар, ауыспалы металдар бөліп қарастырылған. Жалпы периодтық кесте арқылы не үйренуге болады? Элементтердің орналасуын жаңа айтып өткендей ауыспалы металдардың немесе бейметалл металдардың орнын қарастыруға болады. Және сыртқы электрондық конфигурациясы бойынша д орбитальдардың тудыру ерекшелігі, физикалық және химиялық қасиеттерін, жоғарғы тығыздығы, балқу температуралары, қайнау температураларын және жылтырлығын, тотығу дәрежесі, әртүрлі реакцияларда қалай өзгеретіні, металдардың реакцияға түсу бейімділігін кесте арқылы байқауға болады. Жалпы осы жартылай металдардың қасиеттерін және жартылай металдарды бөліп қарастырған түрі платформа бойынша. Ары қарай бізде мысалы енді бор элементі арқылы мысал ретінде қарастырсақ болады. Ауыспалы металл және бейметалдың айырмашылығын кестемен қалай жұмыс істеу керектігін көруге үйренуге болады. Жалпы сабақта қолдану идеясы оқушыларға бор мен бір ауыспалы металды салыстыруға тапсырма беруге болады. Мысалы бізде бұл жерде бор элементінің конфигурациясын, электронын және ядросын, басқа да керекті заттарын салыстырып қарастыруына болады. Ары қарай бізде сабақта қалай қолдануға болады? Оқушыларға бор тұздары мен темір тұздарын салыстыру тапсырма етіп беруге болады. Бор тұздары мысалы көбіне ковалентті, ауыспалы металдардың тұздары иондық түрлі түстермен ерекшеленеді. Мысалы көкбұрын SO4 көк түсті болып келеді. Келесі бізде Хемспайдер бағдарламасы. Бұл жалпы химиялық қосылыстардың үлкен дерекқоры болып табылады. Жалпы бұл бізде Ұлыбританияның химия қоғамының әзірлеген платформасы болып саналады. Бұл платформада біз ауыспалы металдардың және де басқа да химиялық заттардың формулалары, құрылымдық, физикалық, химиялық қасиеттері туралы нақты ақпараттарды ала аламыз. Жалпы не үшін қолданамыз? Бұл платформаның бізге беретін мүмкіндіктері қандай деген сұраққа келетін болсақ, бізде мысалы темір хлориді, мыс сульфаты сынды хром оксидтері сияқты ауыспалы металл тұздарын теріп, олар туралы толық ақпараттарды ала аламыз. Және де құрылымдық формулаларын, яғни 2D және 3D түрде молекула құрылымын көре аламыз. Сонымен қатар әр қосылыстың бірегей тіркеу нөмірін табуға болады. Және де молекулалық масса, қайнау, балқу температурасы, ергіштігі, тығыздығы, жалпы физикалық қасиеттерін де біле аламыз. Сондай-ақ реакцияласу мүмкіндігі, яғни сол қосылыстың қандай реакцияларға түсетіндігін біле аламыз. Сонымен қатар қосымша ғылыми мақалаларға, дереккөздерге де сілтеме беру үшін осы платформаны қолдана аламыз. Оқытуда қалай пайдаланады деген сұраққа келетін болсақ, жоғары оқушылар жоғары сыныпта оқитын сабақтарында қолдануға болады. Жобалық жұмыстарға немесе ғылыми жоба жасағанда нақты мәліметтерді осы платформаға сүйене отырып дайындай алады. Сонымен қатар қосылыстарды салыстыру және құрылымдарды визуализациялау үшін де осы таптырмас құрал болып табылады. Сонымен қатар күрделі заттардың формулаларын жазу мен түсіну дағдыларын дамытуға осы платформамыз көмектеседі. Енді артықшылығына келетін болсақ, бұл яғни толығымен тегін болып табылады бұл платформа. Ғылыми дәлдік жоғары және көптеген дереккөздерден жинақталған біріктірілген база болып табылады және кәсіби химиктерде пайдаланатындықтан бізде бұл сенімді платформа болып табылады. Келесі бізде ойын. Осы тақырып бойынша, яғни мұнда біз жылдам сөз жұмбақтар, викториналар мен тапсырмаларды дайындап ала аламыз. Мысал үшін темірдің қасиеттері, мыстың қасиеттері және натрийдің қасиеттері диаграмма сызып, ұқсастықтары, ерекшеліктерін бөлек-бөлек қарастыруымызға болады. Біздегі тақырып ауыспалы металдар бөлімін оқытуда ойын оқыту технологиясын қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бірінші, ауыспалы металдар дегеніміз ол D элементтер, яғни D блок элементтер жататын өздерінің атомдары мен иондарында бірнеше тотығу дәрежесін көрсететін, яғни металдықта және бейметалдықта қасиет көрсететін элементтерді айтатын болған. Олар периодтық жүйенің төртінші В және де 8-ші В топтары арасында орналасқан, яғни 3-тен 12-ші топқа дейін орналасқан болып келеді. Осы
тақырып бойынша ойындардың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтетін болсақ, артықшылығы біздің оқушылардың қызығушылығын, яғни сабаққа деген қызығушылығын арттырады, яғни теорияны тәжірибемен ұштастыруға көмектеседі, белсенділік пен ынтымақтастықты дамытады, яғни топтық жұмыс жасаған кезде оқушылармен ынтымақтастықты, бірлікті арттырады, қиын тақырыптарды жеңіл қабылдауға мүмкіндік береді, топпен жұмыс дағдысын қалыптастырады. Және соңғы артықшылығы, яғни танымдық қызығушылықты арттырып, шығармашылық ойлауды дамытатын болып келеді. Ал бізде осының кемшіліктерін айтатын болсақ, сабақтың уақытын көп бөлігі алады, яғни бұл келесі екінші кемшілігі ол дұрыс жоспарланбаған жағдайда мақсатқа жетпеуі мүмкін. Яғни тақырыпқа сәйкес келмеген жағдайда келесі кейбір оқушылар ойынға белсенді түрде қатыспауы мүмкін, яғни топтық жұмыс болған кезде кейбір белсенді оқушылар ғана қатысып, кейбір оқушылар қатыспай қалуы мүмкін. Яғни шу тәртіп бұзушылық пайда болуы мүмкін. Яғни ойындар жасаған кезде оқушылар бір-бірімен таласып, яғни сабақ уақытында шулап кету, яғни тәртіптің бұзылуы болып келеді. Келесі ойыннан кейін қорытынды жасалмаса, білім тұрақты болмауы мүмкін. Келесі барлық оқушыларға бірдей тиімді болмауы мүмкін. Яғни олар деңгейлік тапсырмалар болмағандықтан, яғни топқа берілген жағдайда әр оқушының деңгейіне байланысты болмағандықтан олар дұрыс түсінбеуі де мүмкін. Соны біз кемшілік ретінде қарастырдық. Келесі бізде FlyCity платформасы. Бұл платформа арқылы бізде түрлі ойындар жасауға, яғни Jeopardy деген сияқты ойындар түрлерін жасауға болады, және де бұл платформа арқылы оқушыларды топқа бөлуге де болады. Бұл сабаққа креативтілік қосып, оқушылардың қызығушылығын арттыратын. Негізі бұл жерде ашылмай тұр. Келесі бұл жерде планета, яғни химияға қатысты платформа. Бұл жерде жоғарыда бұл жерде химияға қатысты ойындар көрсетілсе, ал бұл жерде бізде периодтық кестеге байланысты ойындар, ал бұл жерде элементтерге байланысты, яғни сутекке, литийға, борға, яғни кальцийға сияқты түрлі жеке-жеке элементтерге ойындар қарастырылған. Ал бұл жерде химиялық карта деп аталады. Бұл химиялық картаға байланысты, мысалы бейметалдарға, металдарға байланысты химиялық карталар ойыны қарастырылады. Ал бұл жерде химиялық көздес, яғни тест деген сияқты. Бұл жерде соңғысы химиялық пазл. Бұл жерде ашып көрсететін болсақ, ашқанымыз бұл жерде атомға байланысты. Бұл жерде ашсын. Осы жерде пауза келеді. Енді келесі стартты басып, бұл жерде бұл электронды ақпарат, яғни ауыспалы металдардың орны көрсетсек болады. Протоны бұл плюс зарядталған, ол қай жерге ядроның ішінде болады. Ал бізде нейтрон тоже ядроның ішінде орналасады. Деген сияқты тапсырманы орындай беретін болады. Келесі бізде EduCaplay платформасы. EduCaplay платформасы арқылы білім беру мақсатында интерактивті тапсырмалар мен ойын жасауға арналған ойын платформасы болып табылады. Бұл платформа Google аккаунт арқылы тіркелу арқылы, сосын Google аккаунт арқылы тіркелемізді, сосын сабағымызға қатысты тақырыпты жазған кезде түрлі ойын түрлері көрсетілетін болады. Яғни бұл жерде сөз жұмбақ, яғни бақа ойыны деген сияқты түрлі ойын түрлері көрсетіледі. Келесі бізде Genial платформасы. Бұл платформа арқылы интерактивті презентациялар, инфографика, викториналық тапсырмалар дайындауға болады. Және де бұл платформа арқылы түрлі оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыратын түрлі ойындар жасауға болады. Бұл жерге де Google аккаунт арқылы тіркеліп кіру керек. Сол, яғни тегін топ платформа түрлі ой түрлері бар. Келесі бізде сабақты қорытындылау мақсатында және де кері байланыс ретінде оқушыларға Padlet платформасын қолдансақ болады. Бұл Padlet бұл онлайн интерактивті тақта болып табылады. Бұл мұғалімдер мен оқушыларға бірге идея бөлісуге,
ақпарат жинауға және рефлексия жасауға арналған өте ыңғайлы платформа болып келеді. Яғни бұл платформа арқылы топтық жұмыстарды орындап, осы Padlet платформасына оқушылар өздерінің тапсырмасын салса болады. Осымен тақырыпты аяқтасақ, назарларыңызға рахмет.